Ассалаумағалейкум қазақ елі, мынау католиктерді мынау келе жатқан жаңа жылдарымен құттықтаймын. Сол енді баяғы совет үкімет кезінен қалған сол әдет әлі жаңа жылды өткізіп жатыр. Сол жаңа жылдың алдында Назарбаев Путинге жетіп барды. Менің ойымша Путин жаңа Назарбаевпен Тоқаевпенен жер өзі кешіңіздер, өзінің жаңағы бір келіндерімен ба жоқ бір бәйбішесімен тоқалдарымен бе бүйтіп екі ортасында спекулировать етіп ойнап отырған сияқты. Тоқаевты қорқытып қойып. Бірақ екеуі де өз халқына, өз мемлекетіне ешқандай жақсылық істеген жоқ. Назарбаевты білесіздер, ең аяғында егемен алды. Байлығын бәрін жағы тарап берді. Основном Россия Тоқаевты қалған байлығын таратты. Америкаға да, Ресейге де берді. Барлығын түгі жоқ бізде қалғандар. Екеуі өз халқына ойлап атқан ешқандай жоқ. Сонда да айтайын, бірақ мынау Тоқаев жаңа ойнап отыр, якобы жаңа Назарбаевпен жаңа конкуренция ешқандай. Назарбаев Тоқаевқа қасына бір жақсы адам алып, өзінен жаңа құтылу үшін Назарбаевты жаңағы баяғы өзін жаңағы Назарбаевтың командасымен өзін жаңағы күйеу баласы бар басқасымен бірге баяғыда арестке алу керек еді. Сөйтіп ақшасын бәрін халыққа қайтарып, мемлекетке қайтарып, олардың бәрін жаңағы алдындағы жазған договорлардың бәрін коррупциямен расследование жасап, договорлардың бәрінен жаңағы бас тартып, жаңағы бізді тонап атқан мысалы. Мемлекет кімді? Қытай әсіресе, Ресей, Америка, Европа нефтяной компания. Біздің байлығымызды олар тонап атты. Біздіңкі 2% десе, ито олар жаңағы мынау билікте отырған адамдардың қолдарына тиіп атты. Екеуі де қолы былай қан өз халқында. Енді сол Назарбаев пен Путин енді не ойланып атқан Құдай біледі. Енді мына мүмкін Тоқаевтың орнына басқа біреуді қоям дегенде, мен сендерге біреулерге айтатын 2000 жылдар айтатын неме. Назарбаев мынау Путиннің немнесі, как его, кремлевский шестеркасы. Сонда маған айтатын, сен кімсің, сен, ой, сен Назарбаев деген кім, сен кімсің деп, сол үшін мен туысқандар бәрінен қорқытып, не қылып араласпасын деп, көпшілік жерде айтпасын деп, сол 2000 жылдардан бері. Ол баяғыдан сол Путин. Соның артынан жағы Тоқаевты келе жатыр. Ода қалыспайды. Екеуінің ортасында бұлар Путин спекулировать етіп, осылай не қылып атсын. Ең ішіндегі қиналып атқан халық, мемлекет, халықтың жағдайы өте нашар, үйсіз, әртүрлі тонады. Әркім международный шу шаралармен шодиі бар, киім бар, цхай бар, басқалары бар. Клебанов бар. Енді міне жердегі ол жақсы емес. Бұнда кездескені, сол үшін халық үндемей отыруға бермеу керек. Еш болмаса өзінің пікірлерін айтып, өзінің пікірлерін не қылып не қылмау керек. Мына Путиннің қазір ондай жағдай жоқ. Келе салып Қазақстанға баяғыда 2022 жылы ма? Қашан ол қан төгіс не қылған? Сол сияқты келе салатын. Өзіндерінің арты қазір жақсы болмай тұр. Қазақстанға келгендердің бәрін баяғы Эрдоган дейтін Түркия бауырымыздың немнемен дрондармен талқан шығарып өлтіріп тастаған. Өңкей қалғандары доживает свои дни деу керек. Украинаға поддержка жасау керек. Меніңше Украина батырлық жасап жатыр. Сол үшін мынау Назарбаевтың Путинге барғанды жақсы емес. Тағы да бір нәрсе не қылайын деп жатыр, или мынау қолмен келсе Тоқаевқа жақтасып не қылатындай ешқандай жоқ. Тоқаев ол моменттің өзін жіберіп алды, халықты алдады, реформа жасаймын деп, бүйтті сөйтті, байлығымызды бәрін тартып алды. Атом бар, басқасы бар, енді редкоземельный Америка берем деп, сөйтіп халықты алдап, өтіріктен якобы сол Қазақстан үшін, бірақ өздерінің тек қана қу бастарын ойлап, қу бастарына не қылып істеп жатқан тірліктері. Сол үшін ойлану керек.
бой бермеу керек, қорқытқанда қорқа бермеу керек. Мына мысалы Алиевке не түк істемеді ғой. Барлығы осының жаңағы біз қорлық, осындай мынандай жаңағы диктатура, тирания, жаңағы мынау халықтың жағдайы өте нашар болғаны. Баяғы пирамида арқылы да халықты тонады ғой. Халық жағдайы нашар болсын, сөйтіп орысша айтқанда с протянутой рукой жалынып, соларды на колени сұрап тұрсын деп. Сыныңыз ба, оларға жаңағы халықтың мен пікір, мен ойынша, мен күмән бойынша халықты әтей нашар осындай жағдайға келтіріп жатыр, жағдай нашар болсын дейді. Халықтың жайлағын ойлап атқан ешқайсысы жоқ, самолетпен ары-бері ұшып жүр, мәз болып жаңағы президенттер басқалары жаңағы сомен амандасып жатыр деп. Өзінің халықтың жаңағы көрші мемлекеттің солдаттарын әкеп атқызса да. Сол үшін екеуінде де менің ойымша халыққа жақсылық ойлаған да жоқ, ойламайды да. Сол енді айтатыным сол, қорқпай, еш болмаса жаңа пікірлерін айтып, өздерін не қылып, қарсылығын білдіртіп, біз губернияға ешқашан көнбейміз деп, жерімізді сатқызбай Қытай мен орыстармен тығып тастады. Байқасаңда көрініп тұр ғой, реклама. Қанша врачтар, қанша немелер бәрі орыстар. Европейский немелер келген. Бұрында жоқ болған олар. Түсініңіз ба? Бізді жаңағы экспансия жасап атқан Қытай, Орыс, Өзбекстан байлығым. Олар жүр тойлап. Жақсылап осы демалыс күндерде өткізуге не қылам, бірақ енді айтатыным жаңағы бой бермей, біз жеңеміз, халық жеңеді. Қашанғы дейсің бұлар жаңағы диктаторлар халықтың өзін жаңағы осылай жасаған көрсеткен қорлықтарын көрсете береді деп ойлайсыз. Жақсы, рахмет. Менің айтылған жеке пікіріме, көз қарасыма, күмәніме өздерінің немелерін қалдырсаңыз болады. Бірақ мынау келе жатқан мейрам біздің мейрам емес, ол жаңа католиктердің мейрамы. Христиандардың да мейрамы емес. Әшейін әдет болып өткен. Рахмет.